Саяси тәқіпләш құрбанларыны әске еліш күніге бинайын Алмута облысы Әмгеш Қазақ нахиясының Қорам Лавар езлерға жығылған халықның саны хесапсыз еді. Ішкімәлінің яш қерісі түгел қайғылық жылланың құрбанларға беғішланған монументтің еніда қарылық тұтыш күніні атап өтті. Жығылған халық репрессияның бегуна құрбанларыны 1 минутлық сүкіт білән әске алды. Амала мәлім 96 жылы біздің президент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 97 жылы День национального согласия и День памяти жертв политической репрессии деп 31 майыны құттықтап қойған. Бұл аты күн 18 жылдан başlanып 53 жылға Патра Сталин adamlarını tutup itip solap yollarlar. Kazakistan'da Saraybosna, Gulag degan 5, 6, 8 vardı lager var. Ayarlarının Aljer'de o lagerlara sokup etkenlerinin ayarlarını yerge tutup sokulganlar. Açarçılıkta 1.750.000 Kazak halkı ya da Uygulanma açarçılık geçip Xitayga, Özbekistan'a, Kırgızistan'a geçip Bunlar 1.750.000. Bu nimle okuğu bulandı. 37 жылы, 31 жылдың içinde 110.000 Kazakistan'daki adamlarını bizden inteligensiya ulanı tutup jigin 5 mingni izletken. 50 жылы soqıştan endi buğalarını ulanı tutup lagerlara solap ya da ölgüne 50% açarçılıktan, ağırlıktan ölüp ketkenler. 1918 жылының май-июнь айларында орын алған Мораев отрядының жазалаш чарысыны ұйғыр халқы ату деп атап кеткен. Бұл пажалик зұлмәтінің орын алғыныға бүгін топ-тоғыра 100 жыл толып отырды. Өткен ғасырдың бірінші 10 жылдығында көзге көрінген мейлі қазағы бола ма, мейлі орысы бола ма, мейлі ұйғыр бола ма, атылды, шабылды, көмілді. Мысалы алысқа бармайық, біз қазір өте қасиетті, зайырлы бір жерде отырыппыз. Ол болса да, кім біледі қазір, кімнің сүйегінің үстінде мен сөйлеп тұрыппын. Соның аттарды қазір жоғалып кетті. Революционер деп атылған шалдар мен кемпірлер. Ол бөбектер мен шал мен кемпір, ол революцияның қайда екенін қайдан білсін о кезде? Революция болған Петербургтың қайда екенін кім білсін? Соның бәрін дұрыс жеткізбеген өзіміздің арамыздағы бауырларымыз мен туысқандарымыз. Мен неге тарих жайында қазір інім кең тоқталды. Мен тарихқа шөкпейін шұңқыр. Айтатыным, мен өзім Ұйғыр ауданы Ашыноқы деген жердікі. Мен үлкен әкелерімнің бірі Арып. Анау жаңа трактор келгенде, 29 жылды жаңа трактор келгенде. Ой, мынау трактор самсақ ажының анау өгізінен де күшті екен ғой. Дегеннен кейін ертең күні сотталған, сонымен істіз жоқ, атылып кеткен. Анау Советтің тракторын, анау Кулактың өгізіне ұқсаттың деп. Қазақстан үшін саяси тәқіпләш құрбанларыны әске еліш күнінің мәнасы зор. Дөлет рәхбірінің пәрманы бойынша 1993 жылы барлық саяси тәқіпләш құрбанларыны ақлаш тоғырысы да заң қобыл қылынды. Болып му 1997 жылы милләтләр ара тиешлік білән саяси тәқіпләш құрбанларыны әске еліш жылы, шундақла 31 май саяси тәқіпләш вә açarçılık құрбанларыны әске еліш күні деп жақаланды. Айгерим Мәметекова, Фарид Сайфуллин, Абдуманап Махмудшан, Таңритағар Наса.